такфир және хижрат жамағаты араб тілінде ат-такфир уал хижра деп аталады. Енді бұл жерде екі сөз ден құралған ұйымның атауы. Такфир дегені бір адамды немесе бір қоғамды кәпірге шығару, күпірлікпен айыптау. Хижрат дегеніміз ол көшу немесе тәрк ету деген мағынаны білдіреді. Бұл жамағатта егер мына хауариждер сияқты, мына қазір сәләфиттерді көбінесе осы хауарижден тараған осы топтар деп айтып жатамыз. Такфир де осы сәләфиден бөлініп шыққан бір секта. Такфирдің өзі сәләфиттік ағымнан бөлініп шыққан бір секта деп қаралады. Ал енді бұлар енді әбден шектен шыққан мына радикалды ағым болып есептелінеді. Қазақстан елі, тіпті басқа елдерде де мысалы конституция, өзінің заңдары бар, шешім қарарлары бар деген. Бұл жерде ешқандай Құран, аятты негізге алмайды деген негізінде бұлар бұл қоғамды да кәпір деп айтады. Тіпті мынау мешітте істеп жатқан имамдарды да, ол имамның артынан үйіп отырып тұрған жамағатты да олар кәпірге шығарады. Оларға мысалы қосылмаған және мынау қазіргі мемлекетте, зайырлы мемлекетте соған көніп, соған разы болып, осы дұрыс, осылай өмір сүре беру керек деп соған көніп жүрген адамдарды да олар кәпір деп есептейді. Кәпірдің мал мүлкі халал. Оны демек оны сұрамай тартып алуға да болады. Қарақшылық жасап па, немесе оны тіпті өлтіруге де олар тайынбайды. Бұлар мына мазхабты ұстанған әрбір мұсылманды олар мұсылман өзінің досы ретінде, бауыры ретінде қарамайды. Сондықтан өте бір радикалды, өте жат бізге ол жамағаттың ұстанымы, оның тіпті бет келбеті, оның ойы біздің қазіргі мына зайырлы өркениетке бара жатқан ел үшін бұл өте жат ағым болып есептеледі.